Саламатсыз ба балалар? Мен Баймағамбетова Бибігүл Бекмырзақызы, Ақтөбе қаласы номер 17-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Оқушылар, онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұқағали Мақатаевтың «Отан өлеңі». Мұқағали Мақатаев 1931 жылы қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағали 10 жасқа келгенде Ұлы Отан соғысы басталып, әкесі майданға аттанып, соғыста қаза табады. Үйдің үлкені Мұқағали анасына көмектесіп, отбасына қамқор болып, ерте есейеді. Сол кезден бастап өлең жаза бастайды. 1948 жылы Киров атындағы КАЗМУ-ге, 1950 жылы Шет тілдер институтына оқуға түскенімен, тұрмыс жағдайына байланысты оқуын аяқтауға мүмкіндігі болмайды. 1973 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы халықаралық әдебиет институтында оқып білім алады. Ол Советтік шекара газетінде жауапты хатшы, республикалық радиода диктор, социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, жазушылар одағында кеңесші, Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі секілді жауапты қызметтерді атқарған. Ақын 1976 жылы 27 наурызда дүниеден өтті. Ақынның алғашқы өлеңдері 1948 жылдары Нарынғол аудандық советтік шекара газетінде жарияланды. 1964 жылы Ильич атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шығады. Мұнан кейін Армысыңдар достарым, Қарлығашым келдің бе, Мавр, Дариға жүрек, Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің, Өмір дастан атты өлеңдер мен поэмалар жинағы жарық көрген. Мұқағали Мақатаев, Уолт Уитменнің Шөп жапырақтар, Уильям Шекспирдің сонеттер, Дантенің құдіретті комедия атты шығармаларын қазақ тіліне аударған. Ақын өмірден қайтқаннан кейін Өмір өзен, Бәсіре, Соғады жүрек, Шолпан, Жырлайды жүрек атты жыр жинақтары жарық көрді. Ақын өлеңдері нәзік лиризммен, ашық сыршылдығымен ерекшеленсе, поэмалары тарихтағы түрлі саяси әлеуметтік қоғамдық жағдайды дәл бейнелеп, уақыт рухын көрсете білуімен, адамзаттық, адамгершілік мәселелерді көтеруімен құнды. Ақынның 100-ден аса өлеңдеріне ән жазылған. 2000 жылы ақынға Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау. Тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу. Оқушылар, отан сөзінің мән мағынасын қалай түсінеміз? Қанекей, бірігіп ассоциация құрайық. Отбасым, ата-анам, туған жерім, Қазақстаным, бауырым. Жарайсыздар балалар. Әрине, отан деген сөздің мән мағынасы көп. Ендігі кезекте қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев отан сөзін қалай түсінеді екен, қалай жырлайды екен, көңіл бөліп тыңдайық. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағын дөзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің, Кеудемді жарып шықты. боз торғайы бол оның шырылдаған. Отан! Отан бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Қазақтың біртуар ақыны Мұқағали үшін отанның түні мен күні, асқар тауы, ағынды өзені, гүлі,
тіпті қыбырлаған жәндігі де қымбат екенін осылай суреттейді. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсатына жету үшін мына тапсырманы орындайық. Өтебай Тұрмамжановтың туған өлкем өлеңі мен Мұқағали Мақатаевтың отан өлеңіндегі ақындардың сезіміне сәйкес келетін сөздерді бағанға бөліп жазайық. Яғни, мына берілген сөздерді екі бағанға бөлеміз. Қуаныш, мақтаныш, өкініш, сүйіспеншілік, таңдану, махаббат, шаттық, сағыныш сөздерін осы екі өлеңге қай ақынның сезіміне сәйкес келетіндігін бөліп жазамыз. Балалар, келесі тапсырмамыз өлең туралы пікірімізді 4 сөйлем құрылымына салып жазамыз. Үйге тапсырма: отан тақырыбына 5 жолды тақпақ, сен квейін жазамыз.